Баршаңызға сәлем. Қаймақ дәмімен кекс дайындаймыз. Бұл тестіға орех, изюм, шоколад немесе кез келген жидек қосып жасасаңыз да болады. Ең алдымен жұмыртқаға қант қосып араластырамыз. Массамыз дәл осындай видеодағыдай болу керек. Содан соң қаймақ қосып тағы да араластырамыз. Мұқият араласқан соң үстіне сары майды құйып араластырамыз. Содан соң електен өткізілген ұнның үстіне ваниль қанты мен қопсытқыш қосып араластырамыз. Осындай қою масса пайда болды. Содан соң кекс формаларына құйып шығамыз. Үстіне шоколад сепсеңіз де болады, өз қалауыңызбен. Қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Балаларыңызға жасап берсеңіз, сүйсініп, қуанып жейтіні сөзсіз. Жасап жатсаңыздар ас болсын.